Міне ағайындар, қазақ елі құймалып болды. Кімде кім осылай жып-жылтыр етіп құйғызғысы келсе, болмаса өз жасағысы келсе, арнамызға тіркеліңіздер. Және видеоны толықтай көріңіздер. Қолдай кетіңіздер. Сұрақ болса комментке қалдырыңыздар. Барлығыңызға сәттілік. Ал ағайындар, ассалаумағалейкум. Кеш жарық. Әлемде қол құйып алдық. Бір сантиметр көлемінде артығын тартып аламыз өстіп. Одан кейін бұларға айырғап шығамыз. Бұл жерде мақсат бір жерді бастағаннан кейін тоқтатпау керек. Тоқтатпау керек, до конца бітіріп шығу керек. Сол кезде істік қалмайды, мінгеспейді, жып-жылтыр болып шығады. Кел, мына жағына қой. Ал. Артығын осылай тағып аламыз. Астын стяжканы жақсылап жуып тазалау керек, лажы болса. Сосын грунтовканы аямай құю керек. Грунтовканың бәрі лажы болса ылғалдай құйған дұрыс. Кез кеппеу керек, лажы болса 2 күн, 3 күн тұру керек. Сонда жақсы шығады. Осы ағайындар, алдағы уақытта қызықты видеолар саламыз. Коммент қалдырыңыздар, білмеген сұрақтарды. Мына жақтарға құйып қойдық. Міне, білесіз. Жып-жылтыр. Осылай қатады ертең. Мына жаққа да қойдық. Жаққа да қойдық. Маған жерге барғыз береміз. Маған жерге итереміз осылай. Стиптарын әсіресе қайда-қайда ырғай беру керек. Ырғай берсең шығады. Өзім істейін, өзім қалай болады білмей жүрген адамдар. Ақсап көріп грунтовка астына обязательно аяма керек грунтовканы. Сосын тоқтатуға болмайды. Бір комнатаны бастадың ба, до конца бітіру керек. До конца. Бұл жақ осы ма? Үйге қарай. Аталап, міне. Аталап қоса. Түнделетіп құйып атырық қой. Енді мен камераға үйренбеген. Ютубтан не іздесең әйтеуір орыс ағайындар шығады. Қазақша контент жоқ, почти керекті.
Өзімде қаншама ізденем жан-жақтан. Құдай қаласа каналды қолдасаңыздар көп видео шығатын болады. Сұраққа жауап береміз. Каждый бір жерде көп жасайтын нәрсе. Соның барлығына жауап ала алмай жүрген кісілер болса, подписка жасаңыздар, қарап отырыңыздар. Бір жерде тұрды шана. Ойбай, әуре қалып кетті. Балдайдың кусогы. Тоқтамау керек. Отырып демалуға болмайды. Постоянно варик тоқтамау керек, ырғап тұру керек. Күзіріктер кетеді, стиктар кетеді. Кірмеген шұңқыр есік болса соның бәріне кіреді. Осылай дайындау барысын бәрін салатын боламын. Қалай дайындау керек болды. Бірінші қай жерден бастау керек, не істеу керек. Видеоның соңына дейін көріңіздер сол үшін. Қолдап подписка жасаған адамдарға рахмет. Алдыға. Енді видеоның маман емес түсірудің бірінші түсіріп қателік болса кешірерсіздер. Мына жерде араласпай қалғаннан онымен бес тастаған. Ал қайырлы күн баршаңызға. Күндеріңізге сәттілік ертеңгі. Әлемде болға дайындық. Нұрсұлтан деген жерді тазалап жатқан бәрін. Бірінші жерді осы мұсырды аламыз, тазалаймыз. Бәрін барынша қырып, соғатын жерін соғып алып тастаймыз. Грунтовка кетеді одан кейін. Грунтовканы осылай аямай жағып аламыз. Жақсылап қанған несі. Так, мына жерде айта кететін нәрсе, бір шелек, 25-тік шелек, соған бір где-то 5-6 литр су құямыз. Сонда бір мешек кетеді ровно. Газы солай кете береді. Ал міне, бісміллә деп бірінші шелегіміз басталды. Осылай құйып көрсеткен бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығатын болады. Айна деген осы. Мынандай фото қойды.